Қазіргі жастар менің ойымша енді әлсіздеу сияқты. Ананы істемеу, орысша сөйлеспеу деген сияқты әрбір бапкер айта бермейді ғой. Барамыз да киім тегін киініп кетеміз мысалға. Табысыңыздың негізгі бөлігі осы балалардан келеді деп айта аласыз? Маған бәрібір. Негізі ойыңызды түсіндік. Не тазалық анау. Өйткені сұраныс бар, балалар келіп жатыр, зал балаларға толы. Боксшылар 99% бәрі намазхан. Танымалдылық әлі күнге шейін сақталады мысалы. Неге үйтпеске? Ол рас. Ауыр қабылдадық. Бірақ байқағаным, проблеманың ішіне кіріп кетсек, мен күніне 4 сағат ұйықтаймын, 5 сағат ұйықтаймын деп. Мүмкін сол жерде бір босаңсып кетті деп айтуға келе ме? Бала кезінен өзі одаренный бала ғой, сосын еңбекқорлық. Махат ағаңыздың жарнамасын әдемі кірістіріп жібердің. 15 метрлік па, 10 метрлік па, күмістен жасалған. Сонда Алла тағаладан не деп сұрадыңыз? Қадірменді көрермен, ассалаумағалейкум. Қасқа жолда кезекті сұхбат. Бүгін бізде енді аты қазір Қазақстанға әйгілі, танымал бапкер Мұхит Амантаев. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді уақыттың тығыздығына қарамастан, Құдайға шүкір, міне студиямызға келіп отырсыз. Оңай келістік бұл сұхбатқа, Жалпы бұл ритм өзіңіздің көңіліңізден шыға ма? Әрине, мен енді оң жағымен қарап, оң көзімен қараған, шақырған адамдарға әрдайым қуана келуге де өзім тырысам. Сондықтан сұхбат беріп, халықпен, елмен бөлісуге танысқан өте қуаныштымын, және шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Рахмет. Енді көп сұхбатыңызда, көп сөзіңізде осы ұлт дегенге қатысты көп айтасыз, Осы жерде мынандай сұрақ туындайды, жалпы патриотпын деп есептейсіз бе өзіңізді? Енді патриот, енді әрине өзіміздің елімізде жүргеннен кейін, қазақ болғаннан кейін әр адам өзін патриот санау керек қой. Елін сүю керек, жерін сүю керек. Өзім ойлаймын, елімнің патриотымын деп. Неше түрлі қазір сөздер кетіп отыр ғой енді. Мынандай бір тамаша бір сөз бар, ұлтшыл емеспін, ұлтжанды адаммын деген сияқты. Сол сияқты ұлтжанды адамдардың біріміз ғой, Аллаға шүкір. Ұлтжанды. Енді сол ұлтшыл мен ұлтжандының өзінің мысалы айырмашылығын айтып өтіңізші, өзіңіз қалай түсінесіз? Енді сөзін өзі айтып отыр ғой жерде. Бұл жерде ешқандай бір ұлтты бір бөліп атқан жоқпыз, ұлтты бөлмейміз. Мен өзім спорт саласында жүргеннен кейін бүкіл тек қана спорт емес, мен өзім сондай адамым деп айтсам да болады. Мен барлық адамдарға махаббатпен қараймын. Мен адамдарды ешқашан бөлмеймін, ешқашан. Сен қарасың ба, сарысың ба, қызысың ба, сен мұсылмансың ба, сен христианинсың ба, сен еврейсің ба деп. Мен ондай ұғыммен өзім өмір сүрмеймін. Мен мынандай ұғыммен өмір сүремін. Адам, Алла тағала бәрімізді адамға жаратқаннан кейін, неліктен біз бір-бірімізге мейір махаббатпен, бір-бірімізге кәдімгі адамдылық, құндылықпен немеге өмір сүрмейміз деген. Әрине, мен енді қазақ болғаннан кейін әр ел өз жағы ол бір ұлтты бір бөлген деп санамаймын. Мен қазақ болғаннан кейін мен басты мәселе мен өзімнің елімнің бір абыройын көтергім келеді, бір жақсы жағынан көрсеткім келеді. Балалар қазақи болса екен деген тілегім келеді. И сосын тағы да айтарым, біздің қазақи деген өзі сондай керемет дүние ғой негізі. Мен әрдайым айтып жүрем, мысалы бізде қазақи болу, бүкіл адамның құндылығы, адам қандай болу керек десе, қазақ сондай болу керек деп айтылған деп ойлаймын. Өйткені қазақта бізде анаңды құрметте, анаңды сыйла, жәннат анаңның аяқ астында деген сияқты сөздер. Сенің даусың әкеңнің даусынан ешқашан жоғарылап үлкендеп кетпеу керек. Ініңді ағалық міндетіңді атқар, інілік міндетіңді атқар, әйелің алдында адал бол, бала-шағаңа салиқалы ұрпақ бер. Бізде айтылмаған ғой, барып анаңа қатты сөйле, әкеңді тыңдама, барып лағып жүр, ішіп шек, білгенін жаса дегендей. Бізде нағыз, Алла тағала бізді адамды қалай жаратты, қандай болу керек, сол бүкіл қазақта сол адами құндылықтың бәрі айтылған деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын, әр қазақтың баласы, әр қазақтың қызы осы қазақтың салт дәстүріне, қазақи тілге, қазақи болып отса, нұр үстіне нұр болады деп, сосын бүкіл әлем бізге қарап қайта үлгі алады деп ойлаймын. Біздің балалар, қазақтар жалпы әрине батыс бар, Европа бар, Америка бар дейміз ғой. Әрине оны кейбіреулер дұрыс түсінбейді, бұрбалап кері қарай айтып жатады. Ол жақтың жақсы жағын алу керек. Жақсы жағы ол қай жақ? Ол білім жағы, ол тәртіп жағы,
ол жағы экономикасы жағы деген сияқты осындай жақсы жерлер. Бірақ адами құндылық жайлы айтатын болсам, олар ластанып кеткен сияқты менің ойымша өте қатты. Мысалға, енді бес саусақ бірде емес, ол жақта да бар ғой жақсылар, бірақ кері қарай жаман жағы көп деп ойлаймын. Өйткені жағы әкесін тыңдамайды, анасы мен әкесінің разылығы, анасын әкесін алақанда ұстау дегенді, сондай құндылықтарды білмейді. Мысалға, қыз ба қыз, еркек па еркек деген құндылықты білмейді. Әйел баласы мен қыз бала, әйел баласы мен еркек баласы жағы бірге жүру керек, үйлену керек мысалға. Ал жақта кері қарай жағы қыз бен қыз, еркек пен еркек деген сияқты сондай. Бізде ондай, мысалға, сіз жағы менің құрдасым дегенсіз, мысалға, біздің уақытымызда 90-шы жылдары біз өскен кезде бізде интернет деген дүние болмады. Біз ол кезде жағы мынау элементарно қыз бен қыз қол ұстасып жүрді же, избиянка дейміз, сондай голубой дейміз, еркек пен еркек. Ондай уақыттар білмеуші едік қой біз. Ондайды естімегенбіз. Оны не то что көргенбіз, естімегенбіз ондай құндылықтарды. Ол қазір ғой интернет пайда болып бәлем бәрін көрсетіп жатыр. Біздің жастар, қазақтың баласы болсын, қыз болсын, бәрі соларға еліктейді, соған жасағысы келеді, шаштарын бояп алады, тырнақтарын өсіреді, еркектер тырнақтарын жағы бояп алады. Соны ойлаймын, мен енді сөзін тоқетер айтайын деп жатқанмын. Әр қазақтың қызы болсын, бала болсын, осындай қазақи болып жатса, мен ойлаймын, үлкен бір бақыт, үлкен бір береке болады деп. Біздің енді сұхбатымыздың менде шеңберін кішкене бір кеңейткім келеді, мысалы ұлтқа қатысты мынандай сұрақ туындайды. Яғни бізде қазіргі кезде өкінішке орай мақтанарымыз аз, біз ана көбіне өткенмен мақтанамыз. Мысалы, сондай тенденция қалыптасып отыр. Осыған қатысты өз ойыңызды айтып өтіңізші. Атам анандай болған, батыр болған, қазақ мықты болған, кезінде сол ана Қытайды мысалы қорғанның бер жағына шығартпай тастаған, ар жаққа тығып тастаған деген сияқты сонымен мақтанамыз да, бірақ өкінішке орай дәл қазіргі уақытта біздің істеп жатқанымыз шамалы. Енді бұл жағын айтатын болсам, әлемді өзгерткің келсе өзіңнен баста дейді ол. Бұрынғы ата бабаларымыз мықты болған деп, әрине оны айту керек, жастарға айту керек. Бірақ сол кезіндегі Қабанбай батыр, Мәмбет батыр, Абылай батыр деген сияқты сол батыр қазір де бар ғой. Соларды қазір қолдау керекпіз ғой, соларды көтере білу керекпіз. Қазақтың бір жаман жері атам заманнан енді білмеймін, бұл әр әлемде бар дүние деп ойлаймын, өзімді әйтеуір жуатып қоямын солай. Бірақ бізде бір сондай бір қатты бір дамып кеткен, тамырынан жайылып кеткен бір дүние деп ойлаймын. Оны айтайын деп жатқанымда көремаушылық, бір-біріміздің аяғымыздан шалу, құлату. Мысалға, маған қаншама адамдардың, ұлттардың адамдары маған бокс залға келеді. Осы бір жыл болды, түрік елінің маған өкілі адамы, жап-жас бала, 93 жыл бала, бізден әлдеқайда жас бала, жастау кіші бала. Осында бір үлкен қызметте отыр, үлкен бір компанияның басшысы, 93 жылғы жасы не барым, 29-дағы бала ғой. Соны жағы айтайын деп жатқам, енді әр ұлттың баласы маған жаттығуға келген кезде мен үшін ол қызық жағы. Англичанин болсын, француз болсын, мен сұраймын жағы, қалай, біздің ел қалай деп. Олар сонда жағы түрік адамы, жігіті маған айтып жатыр, бәрі керемет, бәрі күшті дейді. Енді мұсылманбыз ғой дейді. Бір жақсы жер мұсылмандық болғаны бір-бірімізге жақынбыз дейді. Бірақ сіздерде бір үлкен бір кемшілік бар дейді. Соны айтып отқан ол сырттағы адам, қазақ емес, сырттағы адам. Сіздер дейді да, мысалға, бір корпорация дейді, ол мен өзім көз алдымнан өткен дүние дейді. Корпорация, фирма дейді. Жұмысқа келген кезде, мысалға, түрік пен қазақ келіп тұрса, сіздер қазақтамайсыздар дейді. Сіздер түрікті аласыздар, болмаса французды, итальянсты аласыздар. Ал өзіңіз қазақтарыңызды жағы былай артқа қарай шектеп отырасыздар дейді. Ана қонақ келіп отырса, бүкіл соған жағы ас түсіне түсіп, сұрағанын беріп сөйтіп отырасыздар, бүкіл жағдай жасап дейді. Мен бұл осы айтайын деп отқан дүние, оған бір шетінен келсем де, бір шетінен келіспеймін де. Кейбір уақыттар болған, ондайды өзім де көргем. Соны ойлаймын да, соны көтерсін ол, жағы басқа елдің ұлттың адамы болсын, көтерсін, кімде кім болсын. Бірақ өзіміздің қазақтарда егер сол басқа ұлттың біліп отқанын біліп отса, сол сияқты жұмыс жасап отса, қызмет жасап отса, неменеге қазақты да көтермеске? Соны айтайын деп отқан, бізде көремаушылық деген, сосын бес саусақты аузымызға тыққымыз келеді ғой. Жалған дүние болғаннан бес саусақты аузыңа тығамайсың, қақаласын. Бізде бес саусақ емес, шынтаққа дейін тығып алғысы керек. Біреу екеуін тық, үш саусақты елге, халыққа қызмет жаса, пайдаңды тигіз, сондықтан береке болады. Сондықтан ойлаймын, сонда осындай дүниелерді қазіргі уақыттағы, қазіргі заманның сол Қабанбай батыр деген сияқты, Абылай хан деген сияқты, Бөгенбай деген сияқты батыр жігіттерді біз тәрбие беріп өсірсек, елімізге жанашыр, ол батыр деген сөзді тағы да берде айта кетейін, бұл
елінің туын көтерген, болмаса жаңағы рингте біреуді құлатып или татамида біреуді жығып жатқан емес. Батыр деген сөз, мысалға сіз журналистсіз ба, сіз өз істерлігіңізді адал жасап, өз қызметіңізді бес саусақта істеп жатсыз, сіз өз істерлігінің батырсыз, сіз елге қызмет жасап жатсыз. Мен бапкерлік жағымнан өз жұмысын бес саусақтай, төрт саусақтай жұмыс жасап отырмын, мен өз ісімнің батырымын деген сияқты. Сондықтан қолдан келгенше қандай да маман, дәрігер болсын, көшеде жаңағы қоқыс тазалайтынға дейін болсын, жанашыр сол елге қызмет етіп жатса, ол өз елінің батырлары. Сондықтан батырларды қолдап көтеріп жатсақ, мен ойлаймын, біздің әр іс тірлігін адам бес саусағында істесе, біздің ел әлдеқайда гүлдейді, әлдеқайда мықты болады деген ойдамын. Сондықтан бәрі өз қолымызда. Өзіңіз үшін қайсы бірінші орында? Ұлт үшін, яғни қазақ үшін қызмет ету ме, әлде өзіңіз үшін қызмет ету ме, табыс табу ма? Мен үшін әрине елім үшін, ұлт үшін. Так. Бұрынғы уақытта, бұрынғы кезде менде ойым, мынау 25 жасыма дейін деп айтсам болады. Жоқ, өтірік айтамын, 25 емес. 28 жасыма дейін деп айтсам болады. Мен ойым басқаша болған. 10 жасымнан бастап 28 жасыма дейін менде ойым бәрі ақша табу болатын. Ақша табу, бала шағамды асырау, тезірек үй алу, үй болу, үйлі жайлы болу, жақсы көлік алу, анамның, әкемнің үмітін ақтау, оларға үй алып беру деген сияқты. Ол енді қалыпты ғой, мысалы, барлығы сол ғой. Иә. Мен оны айтайын деп жатқам, қазіргі уақытта ол ойым ауысты. Не әсер етті мысалы? Әсер болғанда, енді бала кезден спортта жүргеннен кейін еліміздің туын әлдеқайда биік көтерсек екен, еліміздің абыройын көтерсек деген сондай мақсат арманмен өмір сүрдік қой. Соны айтайын деп жатқам, қазір Аллаға шүкір енді көлігімізде бар, бір үйімізде бар, пәтерімізде бар, әке-шешемізде пәтер бар. Енді Аллаға шүкір қарнымыз тоқ. Барға тәубе, жоққа сабыр дейді ғой. Сол сияқты бізге бір керемет бір 3 этаж, 4 этажды үй керек жоқ, болмаса 7-8 машина керек жоқ қазіргі уақытта, қазіргі таңда. Қазіргі мақсат, қазіргі ой, жалпы өзімнің нақты мақсатым осы бапкер болып жүрмін ба, әлем чемпионын шығару, олимпиада чемпионын шығару. Ол бірінші. Ол чемпионды бүкіл осы сұхбатты пайдалана отырып айтайын деген бүкіл бапкерлерге де, тренерге де айтарым, ол чемпионды шығару, былайша айтады ғой, второстепенный нәрсе дейді ғой, ол шығаруға болады. Мүмкіндік бар. Бірақ екінің бірі әлем чемпионы, олимпиада чемпионы бола бермейді. Қазіргі таңда тем более көп жігіттер, көп балалар әлдеқайда нәзік. Ол балалар нәзік балалардың бәрін біз шектеп қоя бермейміз ғой. Чемпион болатын балалармен ғана жұмыс жасаймыз, мың баланы сызып қоймаймыз ғой. Бұл жерде ең басты мақсат балаларға әлем чемпионы бола алмайтын, олимпиада чемпионы бола алмайтын балаларды спортты насихаттап, спортқа тарту. Соларға аяқ қол балғадай болу. Ертеңгі еліміздің болашақ сендер боласыңдар. Қол еліміздің мықты болу сендердің қолдарында деген сондай ұғыммен оларға тәрбие тәлім беріп үйрету оларға. Егер де олар ерте өсіп, осынау жасап жатқан спортына, мен өткізіп жатқан сабақтың арқасында олар бір жақсы бір сабақ алып, ертеңгі күні Алла қаласа керемет бір спортшы болмаса да, бірақ аяқ қолдар балғадай өз-өзін қорғай білетіндей, айтып жатқан сөзін бір кішкене осына бастарына, миларына ұғып, ақты ақ, қараны қара дейтіндей ажырата білсе, сосын анасын, әкесін үмітін ақтап, ертең қандай да қызметте жүрсін, осы еңбек, айтылған сөз бәрі бір жүректеріне тисе, мен ойлаймын, ертең олар мықты жігіт болып жүреді. Яғни дені сау ұлт қалыптастыру деген сияқты. Енді мен білмеймін, сізді көрсем ұлт дегенге кете беремін де, мысалы бір ауқымын кеңейтіп, мысалы, жоқ, тек қана ұлтта емес қой. Шынында да білмеймін неге екенін, сол сұрақтарым бәрі соған негізделген. Мысалы, қазақ баласы, мысалы, өзіңіздің түсінігіңізді айтып өтіңізші, қазақ баласы негізі қандай болу керек, сіздің ойыңызша? Әрине, қазақтың баласы ол, мен ойлаймын, мен өзімді айтайын мысалға, мен қазақтың баласымын. Мен қандаймын қазір уақытта? Мен қазір уақытта ең басты мақсат ол ана мен әкем маған разы болса екен деп ойлаймын. Мен сондай ұғыммен өмір сүремін. Анам, әкем маған күніге күліп сөйлесе, жылы сөйлесе, ол төбедегі жаратушымыз да маған риза деп ойлаймын мен. Менің ойым ол. Сосын қолдан келгенше әйтеуір өз ісім тірлігімді бес саусақта істеу. Мысалға бапкермін ба? Бапкерді бүкіл жанымды беріп жұмыс жасау. Мен ертеңгі өмірмен өмір сүрмеймін. Өтіп кеткен дүниемен өмірмен өмір сүрмеймін. Сосын ертең болашақта не болатын? Мен бүгін, қазір. Мен қазір бармын ба? Қазір жасағым келеді.
маған көбісі айтады, мұхит айналайын жаным үшін сен ертеңгі күні ана бір жас балаларың бар, мықты балаларың бар, соған күш қуатың жетпей қалады ғой, соны өсіріп, сол ертең олар әлі 10 жаста, олар ертең олимпиада чемпион болатын бала, олар 10 жылдан кейін 20 жасқа жеткен кезде сен ненің қалады, түгің қалмай қалады, сен просто жанып кетесің дейді, жаңағы перегоришь дейді, түгің қалмай қаласың, энергия затраттарын бәрін кетіріп жатсың дейді, маған айтады сөйтіп. Мен айтамын, сендердің, менің ойым деймін да, сендердің үлкен қателіктерін деймін, сендердің үлкен қателіктерін. Сондай ұғыммен, сондай түсінікпен өмір сүрсеңдер, сендер ешқашан өспейсіңдер. Ол біріншіден. Ал екіншіден, ертең бармыз ба, жоқпыз ба, 10 жылда бір Құдай біледі. Сондықтан Алла тағала бүгін маған күш қуат берді ма, мен бүгін жасағым келеді, бүгін айтқым келеді, бүгін істегім келеді. Ертеңге қалдырғым келмейді. Ойбай, мен 10 жылдан кейін күшімді сақтайын, энергетикамды сақтайын деген әңгіме жоқ. Бәрі жаратушыдан ғой, мен сондай өзімді қатты сенемін оған. Күш қуатты жаратушы берем десе, сен 100 жасыңа дейін сен мықты боласың. Сен 90 жасыңа дейін, 70 жасыңа дейін. Қазір алып қоям десе, жаратушы қазір-ақ сені алып қояды күш қуатын. Қазір-ақ ешкімге керек болмағасын. Сондықтан тек қана жақсы түсінікпен, жақсы оймен мақсат өмір сүру керек, арман қою керек. Бұл ана қазақтың қазіргі баласы қандай болу керек деген сұрақ сіздің ойыңызша. Иә, мен ойымша осы деп ойлаймын. Иә, енді бірақ қазіргі қазақ балалары қандай? Қазіргі қазақ балалары, жаңа айтып отырмын ғой сізге, біз 90-шы жылдарда туылдық қой, 90 емес 80 мен 90 ортасында. Біздің уақытта мен мысалы ауылда өмірге келгем. Ауылда өмірге келген кезде бізде ауылда айран, сүт, май деген телефон болмады, интернет болмады. Ал ол уақытта біз спортпен айналыспасақ та аяқ қолымыз балғадай болып сондай бір күшті болып өстік қой. Оны енді білеміз ғой, мұхит. Ал қазіргі уақытта мен оны айтайын деп жатқаным мынау, қиын кездер мықты адам тудырады, жақсы кездер әлсіз адамдар тудырады дейді ғой. Мен айтайын деп жатқаным осы ғой. Қазіргі таңда бәрі бар. Телефон, үйден ештеңе істемейді. Телефонмен тіптім тамақ жейсің ба, тамағына дейін тапсырыс жасап, саған үйге тамағын әкеліп беріп жатады. Үйін тазалау, үй жинау не керек, бәрі қол жетімді. Соның арқасында қазір жастар әлсіз деп ойлаймын. Сосын жастар көбісі жағы телефон арқылы тәрбие тәлім алып жатыр. Әлеуметтік жүйе арқылы бәрін жағы қандай болу керек, жағы айтып отырмын мен бағана сөзім басында бастадым. Батысқа қарайды, Европаға қарайды, басқа елге, басқа ұлтқа қарайды. Сондай болса екен дейді да, мына өзіміздің қазақшылығымыздың, қазақтың салт дәстүрін ұмытып жатыр. Қазақтың жігіті, қазақтың қызы қандай болу керек екендігін ұмытып жатыр. Сондықтан қазіргі жастар менің ойымша енді әлсіздеу сияқты, спорттан кішкене алыстайды. Бірақ ойлаймын, түбі бір жақсылық болады деп, Құдай қаласа. Керемет, иә. Бірақ бір плюсы бар, бір ерекшелігі бар. Біз қазіргі жастарымыз өте білімді. Алла амандық берсе, Құдай қаласа ондай жастармен үлкен бір жетістіктерге, мынау еліміздің президенті қазір Тоқаев қой. Енді Тоқаев президент өзім өте қатты сыйлаймын енді. Жақсы көзбен қараймын, Аллаға шүкір. Ол кісінің біліміне бір өкініш, бір өкінетінім ол кісіге енді жас үлкендеу да. Жас болса екен деп, негізі 70-тен асып баратыр ғой ол кісі деп былайша айтқанда. Тағы да біраз уақыт елімізді басқарса деген ойда едім да. Өйткені білімі өте зор, өте мықты кісі ғой. Соны жаңа айтайын деп отқаным, қазіргі жастар сол Тоқаев сияқты, президент сияқты жастар өте өсіп келе жатыр, білімді. Алла амандық берсе, қазақ еліміздің болашағы әлдеқайда жақсы, жарқын болады деген ойдамын. Енді спортты тәрбиемен ұштастыру жайлы идея осыдан туындады ма негізі? Жоқ, ол бокс көп бапкер сөйте бермейді ғой. Жоқ. Бокс деген бұл тек қана бокс деген бұл тек қана спорт емес қой. Бұл бокс дегеніміз бұл целый нағыз философиялық өмір ғой. Өйткені бокс деген бұл сені әр қиыншылықтан тұра білу керек, әр қиын соққыдан тұра білу керек. Нағыз ер жігіттің мінезі қандай болу керек, жігіт қандай болу керек деген өмірге кішкене болса да үйрететін бір, өмірлік жолға үйрететін бір спорттардың бірі ғой. Ол солай ғой. Бірақ енді әр жағында сол мысалы дәретхананы жуу, ананы істемеу, орысша сөйлеспеу деген сияқты әрбір бапкер айта бермейді ғой. Яғни ол сізде ғана бар бұл тәрбие жағы. Соған қатысты мысалы. Соны айтыңызшы, өзіңіздің ерекшелігіңіз деп мен солай түсінем. Рахмет. Солай қабылдайсыз ба өзіңіз? Мен ойлаймын оны, енді Алла тағала біздің абыройымызды әлеуметтік жүйеде қазір былай ашып қойды ғой. Абыройымызды кішкене биіктеу қойды. Мен ойлаймын оны әрбір тренер, әрбір бапкер оның сабағында айтады, үйретеді. Бірақ оны ел халық көрмей жатыр да.
оларды мысалға ешкім танымайды, ешкім білмейді деген сияқты. Бізде енді Аллаға шүкір, Алла тағала бір елге, халыққа танымалық қойғаннан кейін әр айтып жатқан сөзі өзің сияқты жігіттер оң құлағымен тыңдап, соны айтып жүреді, көріп дегенде. Әр бапкер айтады оны. Менің ойым ол. Жақсы, менде сондай сұрақ болған. Бапкерлер жалпы тәрбиені алып жүре ме, қалай ойлайсыз деп жауап беріп өттіңіз. Негізі ойыңызды түсіндік. Енді табысыңыздың негізгі бөлігі осы балалардан келеді деп айта аласыз ба, негізі осы жаттығудан? Жаттығудан? Иә, балаларды жаттықтырудан. Иә, әрине енді азаннан кешке дейін таңғы сағат айтып 6:30-да залымызды ашамыз, түнгі сағат 11-ге дейін залдамын. Табыс енді мынау енді жұмыс бокс мектебі, өзіміздің енді бокс мектебі болғаннан кейін бұл арендада ғой бізде. Бұл мен жеке залым емес. Бұған пәленбай миллион ай сайын несін төлейміз, жалақысын төлейміз. Одан бөлек өзім бапкерлерім бар. Қазір 4 бапкеріміз. 3 бапкерім бар қол астымда, менмен 4-еу. Олардың жалақысы бар. Одан бөлек тазалайтын, жуатын кісі бар. Оның айлығы бар, жалақысы. Аллаға шүкір, енді бір керемет маған бір табыс алып келіп жатыр деп айта алмаймын. Бірақ киіміміз түгел, қарнымыз тоқ, Аллаға шүкір. Енді көп басқа елден жігіттер келіп жатады, олар рахметін, алғысын айтып білдіріп жатады. Одан бөлек киім жағы дейміз ғой, спорт дүкендер маған хабарласады. Киім жағы былайша айтқанда жарақат деп ақша төлемеймін деп айтсам да болады. Өйткені киім дүкендері хабарласады, бізді осындай жарнама жасап беріңізші дейді. Барамызда киім тегін киіп кетеміз мысалға. Сол жақтар бір плюстары бар. Енді Аллаға шүкір, өзім кішігірім тағы бизнестер бар. Жалпы болады өмір сүруге. Түсінікті. Сұрағыңызға, жауабыңызға қанағаттандық. Негізі дұрыс болды. Өзіңізді жақсы көресіз, оны байқадық. Әрине. Сынға қалай қарайсыз? Сынға? Сын деген қалай? Сынап жатыр, мысалы. Кемшілігіңізді айтып жатыр. Мен сынға қарамаймын. Маған бәрібір. Түсіндіріп өтіңіз. Енді неше түрлі нәрсені жазып жатады ғой. Мысалға бір жігіт бар, атын айтпай-ақ қояйын. UFC-дің несі, жауынгері, сарбазы, боец деп айтамыз ғой, UFC-дің қазақ жігіт. Мен ол жігітті былай қатты танымаймын. Бірақ әрдайым әлеуметтік жерде Инстаграм арқылы қарап, парақшасына тіркеліп қойғам, қарап отырам. Соның бір-екі несінде қараған кезде ол өте сол сынға қатты қарайды екен. Сәл біреулер комментария жазса соған жынданып, кәдімгісімен ерексіп, қырылып, соғысып жатады телефон сыртынан. Мен қараймын да, айтам да, бауырым деймін да, енді оның жас кіші, айналайын жаным әшін інім, не істейсің деп ішімнен айтам да оған енді. Не істейсің, кім әркім аузына қақпақ бола бермейсің ғой, диванный геройлар көп қой. Өз істірлігін жаса болды, мән берме, лишний раз нервымды тоздырып, не істейсің деп. Сол сияқты мен айтайын деп отқан маған неше түрлі нәрсені жазады ғой адамдар. Адамға жамандық істесең де жақпайсың, жақсылық істесең де жақпайсың. Жақсы нәрсе жасап жатсаң да, жаман нәрсе жасапсың да, мен өзім былай қараймын, былай қарап тұрсам, бір дұрыс нәрсемен айналысып жатырмын. Дұрыс нәрсемен жастармен жұмыс жасаймын. Азынан кешке дейін балалармен әйтеуір жаттығуын жасатып жатамын. Балаларды ішуге, шеуге, далада ойбай біреуді ұрындар, соғындар, тағы да жаман нәрсе жасаңдар деп мысалы үйретіп отқан жоқпын. Дұрыс нәрсемен айналысып жатырмын. Өйткені сұраныс бар, балалар келіп жатыр, зал балаларға толы. Иә. Мысалы. Дұрыс нәрсемен айналысып отырмын, бірақ сонда да барлығы бір бәлені жазып жатады ғой әйтеуір. Сіз айтқанда тазалықта жуып жатамын ғой. Жазып жатады ғой, сен неге қолыңа перчатка кимейсің? Не тазалық анау? Бір тряпкамен барлық жерді жуады екенсің. Ол мен айтайын деп отқан бір тряпка емес, бір тряпка емес, 3-4 тряпка, просто цветтері қызыл да бәрі бірдей. Соны ойлайды бәрі бір тряпкамен жуып жатыр деп. Соны ойлайсың, сендердің нелерің кетті? Өзің тұрда барып, өзіңде жусашы бар, өзіңде істейші, хотя бір тряпка болсын, сонымен жушы айналайын істейші. Жоқ, соны жазып жатады ғой. Енді мен айтайын деп отқан, мен ешқандай маған қандай да не айтсын, мен ешқандай жүрегіме бір қатталып, уайымдап, қайғырып, мысалға, ондай менде жоқ. Сынай берсін, айтады ғой, егер сынап жатса, қандай да бір сөз айтылып жатса, сені көремей жатыр дейді, сен осылай жасап жатқанды іштері ашып жатыр дейді. Сол сияқты кім не айтса да, егер де бір ағаларымыз келіп бір жақсы ақылдарын айтса, сындарын, жақсы ақылдарын, мен оны тыңдаймын.
ол ақылын тыңдап ол жерде бір менің бір қателігім кетіп жатса ол қателікті бір жақсы жағынан келесі жолы жасауға тырысып отырамын. Ама телефон арқылы сынайтындарға мен ешқандай мән бермеймін. Түсініп қойыңыздар деп камераға қарап қойыңыз. Әйтпесе не жазсаңдар оны жазыңдар. Сынайтын бұл дүниеде, бұл өмірде тек қана жаратушымыз ғана. Ертеңгі күні соның алдына барған кезде жауап қайтарамыз. Вот сол кезде сынайды бізді. Айтпақшы, байқағаным, Алла деген сөзді, жаратушы деген сөзді көп айтасыз, жиі айтасыз. Мен өзім намаз оқымаймын. Бір керемет бір мұсылман емеспін. Бірақ мұсылман болғаннан енді адам болғаннан, не то что мұсылман, жай адам болғаннан адам бір нәрсеге сену керек қой. Адам бір нәрсеге сенбесе, ол сенімсіз өмір болмайды. Мен тем более спортшылар бала кезден спорт саласына келе жатқаннан кейін спортшылар, боксшылар болсын, мен ойлаймын, басқалар спортшылар жайлы айтпай ақ қойын, боксшылар жайлы айтайын. Бізде боксшылар 99% бәрі намазхан, Аллаға сиынады. Өйткені адал жол, адал жұмыс, адал еңбек Алладан тілейді. Аллам, еңбек еттім, мына жарысыма барып ұятты болып жерге құлап қалмай қайтайыншы, жеңіп қайтайыншы деп Алладан тілейді, Құдайдан тілейді боксшылар. Жоқ, ал енді жеңіліп келсе сонда немене, тағы да Алладан көре ме, жеңіліп жол болмай жатса? Жоқ, өзінен іздейді ғой. Мен өзімді айтайын жаңағы. Алла, мына бұл жол енді менің бір бұл жол сәтім болмай қалды. Енді келесі жолы бір бағымды жандырш, не жерде бір жаттығуымды бір 100% жасамаған шығармын. Өзімнен қателік болып қалды. Мүмкін жағы жарысқа дайындалып бір жерге барып қойдым ба, жағы клубқа барып қойдым ба, мүмкін ана қызға барып қойдым ба дегендей жағы өз-өздерінен қателік іздейді ғой. Мен өзімді айтып жатырмын да жалпы. Сонда Алладан кешірім сұрап, қателікті өзімнен іздеп, келесі жарысқа әлдеқайда мықты дайындалып баруға міндетті түрде келесі жарысқа жеңетін. Міндетті түрде. Шынайы Алладан сұрасаң, Алла тағала береді. Сосын жағы айтайын деп отқан, мен бір керемет мұсылман емеспін деп отқаным, жағы мен бір намаз оқымаймын. Жағы 5 уақыт парыз намаз оқиды. Намаз оқымаймын. Одан да жағы өзін енді кейбір кезде енді пенде болғаннан кейін біреуге бір қатты сөйлеп қоямын, біреуді бір ренжітіп қоямын деген сияқты осындай кемшіліктерім бар. Бірақ енді Аллаға сенгеннен кейін максималдық түрде әр нәрсемді, әр іс-тірлігімді жаратушымнан сұрап отыруға тырысамын. Сондықтан Аллаға әлдеқайда жақын болуыма тырысып отырамын. Сондықтан мен ойлаймын, енді бұл өмірде ең бастысы жағы сол Аллаға сеніп адал еңбек етсең, ол міндетті түрде бір Құдай дейді ғой, Құдайға сеніп адал жұмыс жасасаң, міндетті түрде ол алдыңнан бір берекелді болып бір шығады, Құдай қаласа. Енді Құдайға шүкір жетіп отырсыз ғой, айтарыңыз бар, мысалы қанша бала тәрбиелеп отырсыз, оқырмандарыңыз бар, мысалы ол енді көп адамның қазір арманы. Сонда Алла тағаладан не деп сұрадыңыз, мысалы? Осы жағдайға жету үшін. Осы жағдайға жету үшін. Яғни бір-екі сөзбен айтып өтуге бола ма? Залым болсын, Алла тағала, тағы бірден көлігім болсын деген сияқты. Мен бала кезден айтатын болсам, жағы 10 жасымнан бастап жағы боксқа осы ғашық болған кезде мықты боксшы болсам екен деп жағы тіледім. Ол кезде Құдайдың бар жоғын білмеймін. Ол кезде жағы еңбек ету, жағы жұмыс жасау деген сияқты 10 жасымнан бастап. Сосын мен әжем, нағашы апам қолында өскем. Сосын апамнан сұраймын да, апа, мен қалай жағы чемпион боламын, қалай әлем чемпионы боламын, еңбек етіп жатырмын. Мен жағы аға көкем жоқ, жағы мен бай әкем жоқ, жолы қандай, әкімнің баласы емеспін. Сонда жағы әжем айтқан, әжем намаз оқитын, әжем нағашы апам айтқан, балам, Жанмашин Мұхитжан, ең күшті бір саған беруші бір көке бар дейді жағы. Сол уақытта енді Алла өзі кешсін, үлкен көке бар. Ол көкенің қасында әкім де тұрмайды, байлар да тұрмайды, президент те тұрмайды, ол ең үлкені дейді. Кім ол апа деймін ғой. Сөйтсем ол Құдай дейді, Алла тағала дейді. Алла тағаладан сұра, Алла тағала сұрағаныңды береді саған дейді. Тек қана жаман нәрсе жасама, балам. Ұрлама, өлтірік жаттығуын жасама, өлтірік айтпа, жігітсің ба, жігітше жүр. Сондықтан Құдай соның бәрін көреді да береді саған деп. Сонда әжем айтқан, рас па деп, сонда жағы 12-ден ба, 13-ден ба, сондай, рас деп. Сонда жағы күндіз-түн жағы Құдайдан сұраймын ғой. Сонда жағы қатты маған сонда әсер бергені бірінші жарысым болды. Жамбыл қаласында Динамо деген жер бар. Сол Динамоның ішінде бірінші жарысым болды 2002 жылы. Бұл қалалық біріншілік пе? Қалалық, қалалық. Бірінші мәрте жарысқа бар. Сонда жағы барымда жағы бокстап сонда бірінші орын алдым. Бірінші орын алғанда жағы күніге жағы Алла тағаладан сұраймын, Құдай, жолымды берші, осы жағы жарыстан биік төрінен көрінейінші, Құдай, күш қуат берші маған деп жағы. Сонда жағы бірінші орын алған кезде, сонда Құдай мені жағы естіді, Құдай расында да бар екен. Мен әрдайым осы Құдайдың жағы астында, Құдай менің қорғаушым болады, менің қолдаушым болады деп
қатты бір сондай бір сезім пайда болған. Міне алла енді бәрі Алланың қалауымен ғой, Аллаға шүкір содан бері Құдайдан сұрап келе жатырмық қой. Жай бәрі болып отыр. Еңбек ету керек қой, ең бастысы адал еңбек ету керек. Мен әрдайым айтам, ол еңбек еткен бір бөлек, былай тұрсын, сен еңбек етіп біреуді алдап, біреудің ала жібін аттап, біреуге жаманшылық жасап отырсаң, ол еңбегің ешқашан алдыға қарай жарқырамайды. Ол еңбек деген сөзбен сен өзің соған лайықты болу керексің. Сен өзің қолдан келгенше өтірік айтпау керексің, ұрламау керексің, біреудің ала жібін аттамау керексің. Еңбек етіп, максималдық түрде еңбек ету керексің. Ішкі дүниең таза болса, дұрыс сөйлеп, дұрыс жүрсен, Алла Тағала сонда ғана береді. А егерде сен дұрыс адам болып, егерде еңбегің нашар болып, еңбегің адал болып, бірақ өзің нашар адам болсаң, ол болмайды ол. Оның бәрі қысқаша дүние. Сондықтан бәрі жағынан қолдан келгенше адалдықпен қарасан, адам жағынан, еңбек жағынан адал болып жүрсең, ол алдындағы істеп жатқан істерлігін әлдеқайда ұзағынан болады. И жақсылығы көбінен болады. Менің ойым ол. Қанағаттандым. Көңіл күйіңіз сізді басқара ма, сіз көңіл күйіңізді басқарасыз ба? Көңіл күйді өзім көтеруге тырысып жүремін. Өйткені адамбыз ғой, пендеміз ғой енді. Кейбір кезде ашуланам, жынданам, енді балалар өзіңіз айтып сұрақ қойып жатсыз, балалармен жұмыс жасау қалай деп. Балалармен жұмыс жасау өте оңай емес. Кейбір ата-аналар бар, мысалға. Мен біреуді айтпай ақ қойыншы, өзімді айтайын, мысалы, үш туған балам бар. 3 баламмен мысалға кейбір кезде еркелейді олар. Жұмыстан келем түнгі сағат 10:30-11-де. Әке жағы мойныңа отырайыншы дейді. Мойныма отырғанды жақсы көреді. Үлкен қызым 7-те, одан кейін 6-та, одан кейін 5-те, аралар 1 жастан. Үшеуінде жағы мойныма отырғызып, өзім бүкіл күш қуат, бізде физически күш қуат кетеді ғой, залда азынан кеш кейін айқайлайсың, күшің кетеді. Үйге бүйтіп солып келген кезде жынданам да жағы. Жынданған кезде өз-өзіме жағы ойым жағы дұрыстаймын. Алла кешірші деймін. Осы жынданғаныма, осы 3 балама осы дегеніме кешірші деймін, Құдайдан кешірім сұраймын. Өйткені ол 3 баламды мен сұра, Алла Тағала менен сұрап алған жоқ қой, мен Құдайдан сұрап алдым ғой кезінде. Кесірім тиіп кетпесін деп сол ойнатып әйтеуір не қыламын да, өз көңілімді көтеремін жағы, сіз айтып жатқан сұрағыңызға. Өз көңіл күйімді көтеріп, солардың алдында жағы деп жағы сөйлеп қалмайын, деп жағы қабағымды көрсетіп қалмайын деп, максималдық түрде қаншама шаршап тұрсам да әйтеуір күліп ойнап, солардың алдында бала сияқты жарқырап жүруге тырысамын. Бұны айтайын деп отқан дүние жағы өзім 3 балама кейбір кезде ашуым кетеді. Сіз ойлаңыз, мысалы, қаншама мен балалармен жұмыс жасаймын азаннан кешке дейін. Қаншама күш қуатым кетеді. Сосын үйге келем, азанда қайттан 5-те тұру керек, 5:30-да тұру керек мысалға. Күніне 5 сағат, 4 сағат ұйықтайтын адаммын мен мысалға. Азында тұрған кезде жағы көңіл күйсіз тұрамын мысалға. Әйелім жағы қасында ұйықтап жатса, оның жағы кейбір кезде арқасынан жағы тұр дегендей жағы айтып қоямын мысалға. Сондай кезде сразу есін жинап, күліп ойнап, жаратушым, рахмет осы күніме, осы таныма. Аз ұйықтасам да Аллаға шүкір бүгін тұрдым-ау деп, көңіл күйімді жағы көтеріп, әйтеуір терезенің алдына барып, билеп, қуып, әйтеуір сөйтіп шай тамағым ішіп, жұмысқа шығып кетемін. Солай. Жақсы. Енді мынандай сұрақ, ол шын ба, әлде мысалы өтірік нәрсе ма? Соны біз түсініп алайықшы. Мен өзім мұғалімдердің баласымын, мысалы әкем де мұғалім, шешем де мұғалім. Менің ойымша, яғни баламен жұмыс істейтін адамның мына үйіндегі өз баласына энергиясы да жетпей қалады, уақыты да жетпей қалады. Менің ойымша. Ол рас. Жағы сұрағыңызға осының алдында мен сізге айттым ғой, жауап қайтардым ғой, бұл жерде де айта кетейін. Қаншама балаларға махаббатын беріп атам да, азынан кешкен залда үйге келем, солып қалам. Бүкіл күш жоқ. Бұны мен айтайын деп атқаным, балаларыма келем де, балаларыма қараймын да, әке деп жүгіріп жүреді. Сондықтан қаншама халық елдің батасын алып атам, жақсы сөз лебіздерін алып жатам. Ішінен ойлаймын, бүкіл былайша айтқанда қазақ елінің балаларына былайша айтқанда тәрбие көрсетіп жатырмын ғой деймін да. Үйге келіп өзім 3 балама тәрбие көрсетемеймін ба сонда? Не әкесің сен? Он не қажеті бар, бүкіл қазақ елінің жағы баласына тәрбие беріп, бүкіл қазақ елінің жағы ата-аналардың батасын алып, егер сен туған 3 балаңа келіп тәрбие бере алмасаң деп өз-өзіме сұрақ қоямын. Сонда оянам мен, өз-өзімді оятам. Болады ондай кезде. Айтып отырмын, келем де өз-өзімді оятып, бір жарты сағат болсын балалармен ойнап, мойныма көтеріп, жаным күнім деп сұрағандарын беріп, кішкене болса да ойнап, соларды құшағыма алып, бірге телевизор көріп, бірге бір уақыт бөлуге тырысам. Әйтпесе мен таңда кетем, олар ұйықтап жатқан кезде. И кешке келем, олар ұйықтап жатқан кезде. Міндетті түрде мен оларды көрмеймін былайша айтқанда. Сондықтан қазір мен максималды түрде жағы үйдегілерге жағы үйдінде аналарына айтып қойған болатым. Мен келген кезде жалпы балаларда жағы
далаға шығаруға да, болмаса үйде де ұйықтап қалмасыншы, бір уақыт бөлейін, бірге болайық дегендей. Сондықтан сол үшін аптаның 2 күнін, суббота, воскресенье күн мен бүкіл телефонды өшірем, бүкіл сұрақ жауаптарға, кездесулерге бармауға тырысам да, максималдық түрде балалармен болуға тырысам. Осы. Оны енді түсінетін әке бар, түсінбейтін әке бар, осы баласы мысалы қараусыз қалып жатқан. Екінші мәселе, қазір мысалы Мұхит Амантаев ана залды жапқанның өзінде де бұл тіршілік етіп кете береді әрі қарай, мысалы өйткені табысы да жеткілікті, мысалы сол танымалдылық әлі күнге шейін сақталады, мысалы неге үйтпеске? Әлде бұл енді өмірдің бір бөлшегі болып кетті, бұл балалар, бұл зал, сіздің ұжымыңыз, қалай түсіндіресіз? Махаббат қой. Жаңа айттым ғой, өз жұмысыңа, өз істерлігіңе махаббат болу керек, адалдық болу керек. Мен залыма барған кезде, мен залымсыз қазір өмір сүремеймін. Бала кезім ол, 97-те 10 жасында бокс басталғаннан пайда болған дүние ғой. Мен залыма келген кезде залымның иісі, тердің иісі, балалардың иісі, мен олсыз өмір сүре алмаймын. Мен бір ай демалыс, отпуск дейді, демалысқа кетсек те, мен күніге залға келіп тұрамын, балаларды тексеріп тұрамын. Мен бапкерлерім қалай жұмыс жасап жатыр. Сондықтан бұны бір өмірлік бір не болып кеткен, күніге шай тамақ ішеміз ғой. Шай тамақ ішпесек бір жүре алмаймыз ғой. Сол сияқты бұл жерде де бұл күнделікті бір өмірлік бір образ болып кеткен сияқты. Сіздің тағы да сұрақ қойдыңыз ғой, басқа істерлікпен. Кейбір кезде неше түрлі нәрсе жазады ғой. Ата-аналар келеді мысалға. Сондай кезде бір ашу келеді расында да мүмкін бәрін қойып кетем ба деп ашуланып менің ашуым 5-10 минуттық жынданамда бір сілкініп аламын да кетіп қалам 10 минут болды. Біреулер айлап ренжіп жүреді ғой. Мен 10 минут ашуым тез тарқайды. Грушаны ұрып тарқатасыз ба қалай? Жоқ, кейбір кезде грушаны тұрамыз, кейбір кезде далаға шығып кетемін көбінесе. Барып өлең тыңдаймын, өзім өлең тыңдағанды жақсы көремін. Барып машинаның ішіне, көліктің ішіне отырамын да, бір 10 минут ары кетсе отырамын да. Бір есім жинап аламын да. Болмайды деген атты. Залға қайттым деп, қайт залға кетіп қалам. Сол сияқты болады ондай бір ойлар. Бірақ ондай ойлар ары кетсе бір 5-10 минутты ғой. Шын мәнінде айтатын болсақ, бұл балаларсыз, бұл залсыз, бұл жаттығусыз, былайша айтқанда бір өмір жоқ сияқты негізі. Әншілердің арасында достарыңыз бар ма? Бар. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен қазір Алмаз деген, Алмаз Олжағалиев деген бір тамаша бір інім бар. Осы маған қара көр үйрен деген, мен әрдайым айтып жүремін ғой, қара көр үйрен, қараңдар көріңдер үйрендер дегенде астына жазып жүремін, әр видео салсам қара көр үйрен. Сол қара көр үйрен деген өлең шығарған ол Алмаз Олжағалиев деген бауырым. Сізге арнап қалай? Маған арнап осы қара көр үйрен тамаша өлең шығарған, күшті өлең. Енді өзі андай поп та, хип-хоп та енді күшті өлең айтады. Атыраудың жігіті, мынандай жігіт, Мұхит аға деп жаны қалмайды. Сол Алмаз секілді сондай інілерім бар. Аллаға шүкір, осы мынау интернет әлеуметтің арқасында танысқанбыз, бір-бірімізге басында жазып, Мұхит аға сіздің өнеріңізді көріп әрдайым сондай бір сыйластықпен қараймын деп. Кейін ол Астанаға маған келді, осы өлеңді жазуға. Сонымен мінекей сондай бір тамаша Алла тағала сондай бір жақсы адамдармен інісі болсын, ағасы болсын деген, жасы кіші үлкені болсын, жолымызды кездестіріп, қазір мінекей өмірлік аға іні болып сыйласып, араласып жүрік. Енді глобалды сұрақ қояйық. Қазақ қоғамында не өзгерткіңіз келеді? Қазақ қоғамында ма? Иә. Енді неге ішіңіз күйіп, жаныңыз ауырып, жүрегіңіз ауырып, сондай бір ауыр қабылдайтын нәрселер бар ма? Енді қазір қоғамда проблема жетеді ғой, мысалы. Жалпы ойланатын уақыт бар ма сол туралы? Ойланатын уақыт жоқ менде. Проблеманы айтып отырмын ғой сізге. Проблеманың бәрін жазайын өз-өзімізге. Менде проблема жоқ дейсіз ба мысалы? Менде проблема жетеді. Қаншама кредитім бар, кредит төлеймін мысалға. Менде бір тек қана Каспийде емес. Мен 3 менің бапкерім бар мысалға. Оларға уақытылы айлығын мен мысалға олар 25 алу керек па? Мен оларға 20-сы беріп отырамын. Алдын ала беріп отырамын. Жұмысшыларым бар, өзім жанұям бар, әкем бар, анам бар, туған інім бар. Мысалға інім звондайды, кеше көлік соғып алдым дейді. Оған мысалға бару керек, мана көлік, ол кінәлі, анамен сөйлесу керек, оған машинесін жөндейтін ақшасын беру керек мысалға. Өзім жеке өмірім бар,
одан бөлек мына бүкіл қазақ елі қаншама әйтеуір дұрыс нәрсе істеп жатсам да бүкіл қазақ елі жерге алып жерге салып жатыр мен бүкіл жаман нелерін жазады олардың бәрі мен үшін действовать етпейді маған бірақ жаман сөздер келіп жатыр ғой оны қарайсың сол сияқты айтайын деп жатқаным енді мынаның бәрі проблема деп жаңа проблеманың ішіне кіріп кетсек мен күніне 4-ақ сағат ұйықтаймын 5-ақ сағат ұйықтаймын деп сенің түгін қалмайды сондықтан жаңа айтайын деп отырмын мен проблемаға максималдық түрде қарамауға тырысамын максималдық түрде бұл жаңа айтып отырсыз ғой проблема көп анау көп өмір қиын бірақ өмірді одан бетер қиындатқым келмейді өмірді жеңілдету үшін жақсы жеңіл жарық өмір сүру үшін біздің қолымызда мен айтып отырмын ғой 4 сағат 5 сағат ұйықтасам да мен азанда тұрған кезде жақсы көңіл күймен тұрып қасымдағы жаңағы бала шағама болсын үйдегі жанұяма болсын жылы сөзбен жақсы сөзбен қарауға тырысамын жұмысқа бардым ба жұмысымды жақсы жасауыма тырысамын сондықтан бәрі өз қолымызда әлдеқайда жақсы күндерімізде алда деп ойлаймын енді мына қазақ елімізде де негізі мен айта кетейін деп отқаным аллаға шүкір ешкім аяқ қолын байлап қойған жоқ қой қазіргі уақытта қазіргі заманда қандай да адам қандай да бір іс тірлікпен айналысқысы келсе бәрі жолға ашық бизнес болсын қандай да жұмыс болсын тірлік болсын спортшы бол боксшы болғың ғой чемпион болғың келеді не көп спорт залдар көп жаным сенің аяқ қолын ешкім байлап қойған жоқ бар ана мен бапкерім кінәледі мына біреуден кінәні іздеудің қажеті жоқ бар жаса әлем чемпионы болғың келе ма жаса істе мықты бол күшті бол бәрі өз қолымызда енді сұхбатымыздың екінші кезеңі басталды яғни Мұхит Амантаев жайлы айттық иә оған тоқталып өттік біраз енді сол жаңа мен айтпақшы глобалды мәселелер яғни біздің боксшыларымыз мысалы біз Өзбекстанмен өз-өзіміз салыстырамыз иә мысалы жеңіліп жатсақ жаңа намысымызға тиеді бұл жалпы осы ретте Азия біріншілігі мысалы боксшыларымыз иә Қытайда өткен енді боксшыларымыз анандай нәтижемен оралды бұл енді біз үшін нөмір 1 спорт түрі болғаннан кейін ауыр қабылдадық бірақ байқағаным мысалы Өзбекстанның боксшылары қайтқан күні екінші күні мысалы жаттығуын бастап кетті мен оны өз көзіммен көрдім ана сториларынан өз көзіммен көрдім бізде өкінішке орай олай емес біздікілер келеді тойлайды құттықтайды иә елді аралайды тұсаукесерлерге қатысады мысалы енді осының бір нәтижеге осының қаншалықты бір әсері бар енді бұл сұрағыңызға былай жауап берейін сізге біздің боксшылар мүлдем демалмайды мен өзім оны боксшы ретінде кезінде мен ел құрама сатында бала кезден жүрдік қой бізде тәртіп өте мықты тәртіп енді былай нақты жауап берейін мына бірінші сұраққа өзбек боксшылары неменеге біз ұтылып қалдық деген енді бұл спорт бұл сосын біз спорт болғандықтан қазір бүкіл әлем өсіп жатыр мысалға Өзбекстанда өсіп жатыр мысалға мен айттым ғой кезінде біз бокста жүрген кезде ол кезде дамымаған елдер өте көп етін ол уақытта жаңағы интернет жоқ түк жоқ қарсыласымен шығасың жаңағы жеңесің қарайсың жаңағы сол жарыста жүріп ертең мына қарсыласымен шығасың дейді сол қарсыласын қарайсың да мына жері мықты екен мына жері әлсіз екен мен сол әлсіз жерін қабылдап мына жерін жасаймын дегенде ал қазіргі уақытта интернет бәрі бар ғой мысалға сіз қарсыласпен шығасыз да ол қарсылас ютубта тере саласыз шығады мынау былай істейді екен бір ай бойы дайындалады соған бір ай бойы мына не жерінде жұмыс жасаймын мынау былай істейді екен мен мүмкін былай жасау керек мен жеңіске жеңген бір ай бойы сонымен жұмыс жасайды видеосын көріп алып сондықтан қазір бұрынғы елді мысалы Қытайды айтайық Қытай елі әлсіз етін бокстан Қытай Иран Тәжікстан Түркменстан деген сияқты мысалға бокс вообще дамымаған қазір бұлардың өзі қола медальға күміс медальға алтын медальға қол жеткізіп жатыр сондықтан бұл таңғалатын дүние емес қазіргі заман өзгеріп жатыр ғой заман күннен күнге өзгеріп жатыр дамып жатыр сол сияқты бокс та өсіп жатыр өніп жатыр бүкіл мемлекеттер дамып жатыр өзбек боксы бірақ өзбек боксы мен қазақ боксын салыстыратын болсақ біздің бокс әлдеқайда өзбек боксынан тазалық жағынан таза болған сосын мықтылық жағынан да мықты болған кейбір сәттер болады енді бұрмалау жағымен өзбек боксшылары алып кетеді мен оны өзім талай көрем қадағалаймын біздің қазақтың жігіттері мықты бұл өзбек боксымен салыстыратын болсақ екінші жағын айтатын болсам жаңағы сіз айтып жатсыз өзбек боксшылары келіп екінші күні жаттығуға кірісіп кетті деп біздің қазақ боксшылары жаңа мен басында айттым ғой
тәртіп өте қатал бізде. Тәртіп, дисциплина, тәртіп. Балалар бізде 360 күн ғой бір жылда. Бір жылда 360 күн болса, сол 360 күнін жаттығу жасайды. 360 күн, 300 күн олар үйінде көрмейді олар. Олар әрдайым жаттығуда, дайындықта, сбор дейді, дайындық, ОТС, учебно-тренировочный сбор дейді. Әрдайым дайындыққа кетеді жағы, сборға. Бір ай жоқ, арғарай еще жарысқа кетеді. Ойлаңыз, 40 күн үйде жоқ. Келеді, 3-4 күн үйде болады да қайттан сборға. Балалар организм демалмайды. Балалар жанып кетпеу үшін, бүкіл күш қуаты кетіп қалмау үшін, келесі Азия ойындары, әлем чемпионаты деген ойындарына мықты деңгейде жақсы формада бару үшін бала ағзасы демалуды керек. Соны жақсы айтайын деп отқаныңыз ол дұрыс керек дүние. Ол бала жеңіп келді ма, ол кішкене жүру керек. Үйто оны көп күн жүргізіп жатқан жоқ қой, ары кетсе бір апта 10 күн демалтса болды, қайттан дайындыққа шақырып алады. Сондықтан бала бір 10 күн мен демалды демалады деп те ойламаймын, өйткені ол анаяқ шақырады, мынаяқ шақырады, ана ат мінгізеді, жылқы мінгізеді, көлік береді, пәтер береді, кездесулер, демеушілер, спонсорлар ақша береді. Ол демалыс емес та. Бала қандай демалыс керек? Ол миы боксердің миы тынығы демалу керек. Үйде жақсылап демалып, анда-санда баняға барып, анда-санда балығына барып, аңшылыққа барып деген солай демалу керек бала деген. Ондайды кейбір кезде біз бермейміз. Сондықтан оның бәрі дұрыс, ол демалу керек. Егерде боксшы демалмаса, ол ұзаққа шаппайды. Міне осы. Сонда жалпы өзімізде мысалы сол халықтан да бар болып тұр ғой, енді өзімізде сол зорықтырып жіберуге үлесімізді қосып жатырмыз ғой, сол спортшыларды. Анда шақырамыз, мында шақырамыз, ешқандай жерден қалдырмаймыз, иә? Жоқ, марапаттау баланы дұрыс қой, ол еңбегі ғой баланы. Ол бала еңбек етіп жетіске жетіп жатса, баланы шақырсын, берсін. Бірақ одан бөлекте енді Қазақстан құрама командасының басшылары бар, бас бапкері бар. Ол ағайларымызда енді қолдан келгенше оларды реттеп отырады, реттеп отыр деп ойлаймын. Дұрыс жағынан қарап, мамандары бар. Қай жерде жаттығуды көтеру керек, қай жерде демалдыру керек, жаттығуды азайту керек деген сияқты. Енді Мырзағали Айтжанов ағайымыз енді қаншама жыл бас бапкер болып келе жатыр ғой, бас бапкердің өзін тізгініне алып, қолында ұстап келе жатыр. Мырзағали Айтжанов ағайымыз ол өте сондай бір білімді, мықты бапкерлердің бірі ғой. Танисыз ба негізі ол кісіні? Әрине танимын. Мырзағали ағайынан қолынан су іштік қой. Қаншама жыл. Сол кісі сондай ағайларымыздың алдында мынау сізді тәрбие тәлім жайлы айтып жатсыз ғой, бапкерлер сондай бола ма деп. Міне сол бапкерлеріміз үйретті ғой. Жігіт болу керек, мықты болу керек, сынбау керек деген сияқты. Соққы алған кезде тұра бөлік. Мен Мырза ағайды бала кезімнен танимын, кішкентай бала кезімнен. 18-19 жасымнан танимын. Мінекей қазір жасым 36-та, қанша 20 жыл болды танимын мысалға. Сол сияқты сол кісілердің сондай мықты ағайларымыздың алдында өстік қой. Сондықтан сондай ағайларымыз тұрған кезде ел құрамасы жерде қалмайды деген ойдамын. Түсінікті. Ал енді әлем чемпионатынан кейін мүмкін Азия ойындары енді кішкене сәл деңгейі төмендеу ғой, енді мүмкін сол жерде бір босаңсып кетті деп айтуға келе ме жігіттеріміз? Жоқ, берде Азия ойындарында біз анада осы сіздің алдыңызда Нартайға барғам. Нартай сіздердің әріптестеріңіз соған да осы сұрақты қойған. Ол Нартайға да осы сұрағына жауап қайтарғам. Біздің боксшылар өздерінің қарсыластарымен емес, төрешілермен былайша айтқанда бокстасты ғой. Солармен бір жекпе-жекке шыққандай болды ғой. Өйткені берде мысалға Аслан Шынбергенов ұтылған жоқ. Махмуд Сабырхан енді білмеймін, менің ойымша ұтылған жоқ деп ойлаймын. Сәкен Бибосынов өзбек боксшысына ұтылған жоқ деп ойлаймын. Мысалға 3 баланың жекпе-жегін алып қойды деген ойдамын. Осы үшеуінің біреуі жоқ дегенде бір екеуі алтын алады деген ойдамын. Жоқ дегенде 2 алтынмен келу керек едік. Енді сәті түспеді. Мен жаңа айтып отырмын ғой. Адал еңбек, адалдық өзін аққа құдай жақ демекші. Алда олимпиада ойындары келе жатыр Парижде. Сояққа барып, міндетті түрде бір емес бірнеше алтынмен қайтамыз деген ойдамын. Енді Геннадий Головкин өз мансабын аяқтайды дейді. Соңғы кездесуін өз Қазақстанда өткізбекші екен, негізі ондай ой бар екен. Жалпы бізге сондай кездесулер қаншалықты керек? Енді Геннадий Головкин ағамыз кәсіпқой боксқа көп жігіттерге жол ашқан ағамыз ғой. Негізі шынында да солай ма? Әрине солай. Мысалға мен өз жайлы айтатын болсам, мен бокстасып жүрген кезде мысалға сол Геннадий Головкин ағамыз кішкене бір кешірек бір тағы да, или мен кішкене бір кешірек туылғанда ма білмеймін ғой енді. Соны айтайын деп отқаным, мен де мүмкін Америкаға кетіп қалатын мен Геннадий Головкин ағамыз сияқты боламыз деп. Мысалы қаншама Геннадий Головкин ағамыздың артынан профессиональный кәсіби боксқа
әлемдік боксқа, Америкаға жол ашты жігіттерге, қазақтың жігіттеріне. Қазір Америкада жүрген жігіттердің бәрі сол Геннадий Головкин ағамыз сияқты боламыз, сол кісінің жолын берсін дегендей солай кетті ғой бәрі. Америкада бокс ашып жүрген жігіттер кім қазір? Батыр Жүкенбаев, Мадияр Ашкеев, кім тағы да көп қой енді айта берсек. Сол сияқты ағаларымызға қарап бет бұрды ғой. Сосын тағы да сіздің жаңағы сұрағыңызға айта кетейін, біздің елімізге келіп жағы жекпе-жек өткізетін болса, ол өте тамаша. Өйткені Геннадий Головкин ағамыз енді ол кісі қаншама әлемдік бокс, кәсіпқой бокстың жұлдызы, Америкада қаншама өзінің жағы нелерін жекпе-жектерін өткізді. Енді өзіміздің қазақ елімізге келіп бір жекпе-жек өткізіп, жағы өзіңіз айтып отырсыз, қоштасу тем более жекпе-жегін өткізіп кетсе, нұр үстіне нұр болады, ол үлкен тамаша болады. Өйткені көрермендері көп, қолдайтын кісілер көп. Сол кісілерге қарап қазіргі жастар, қазіргі жас балалар өсіп жатыр. Солардың бәрі мысалға барып, тамашалап көріп қайтады, Құдай қаласа. Ол өте күшті ой. Енді сол Геннадий Головкиннің артынан кеткендердің бірі Жәнібек Әлімханұлы ғой. Жәнібек Әлімханұлы жайлы бауырымыз жайлы айтам деп есіме шығып кетті. Қазір мен соған келіп отырмыз Жәнібекке. Негізі міне IBF нұсқасы бойынша чемпион атанды, көрдіңіз бе ол кездесуді? Мен көрдім, Жәнібектің өнерін көрдім, боксын тамашаладым азында тұрып. Жәнібек Әлімханұлы бала кезінен өзі одаренный бала ғой, сосын еңбекқорлы бала. Бала кезінен мен есімнен шықпаса, ол бала, оның жасы кіші ғой менен. Біз құрама сатында жүрген кезде олар кейін бізге келді. Олар жағы кадет болды, жастар болды, сосын ересектерге келді. Кейінгі буын дейсіз ба? Артымыздан өсіп кеткен інішектер. Енді Жәнібек ол кадеттер арасында Қазақстан чемпионы болған бала. Бала кезден мықты болған боксшы ғой, жаңағы одаренный деп жатқаным сол. Кадеттер арасында Қазақстан чемпионы, жастар арасында Қазақстан чемпионы, ересектер арасында Қазақстан чемпионы, ересектер арасында әлем чемпионы, олимпиадаға барды, Азия чемпионы болды. Былайша айтқанда, олимпиададан басқа бүкіл үлкен дода жарыстардың бәрінде биік төрінен көрінді Жәнібек. Бартта қазір кеше кәсіби бокстасты, техникасы, бокстасқан, рингте жүрген жүрісі, жүрген аяқ қимылы қандай тамаша. Анау әлем чемпионы ғой мысалы қарсыласы. Анау шыққан әлем чемпион бір жүрген бір әшейін бір новичок бала сияқты болып қалды ана Жәнібектің қасында. Бокспен енді бір бокс әліппесімен бір танысып жүрген жігіт болып қалды мысалға. Жәнібекті мысалға ойлаймын енді бұл қазақ боксшы ретінде, қазақ ретінде, қазақ тарихында тұңғыш осындай қазақ болып әлем чемпионы болды деген тарихқа кірді деп ойлаймын. Қазақ стайлы өзінің лақабы. Иә, қазақ стайлы. Сондықтан Жәнібек бауырымызға тек қана сәттілік, Құдай қаласа әлі абсолюттық әлем чемпион болып бүкіл белбеулердің басын қосады деген ойдамыз. Енді ол сол айтпақшы мына WBC, WBA, екеуі қалды. Сол белбеулерге қазір енді үміткерлердің бірі ғой. Мысалы оның қазір нелері, қарсыластары ағайынды Чарло және кубалық боксшы Эрисланди Лара дейді, Осыларға Жәнібек жалпы енді мықтылығы мықты, бірақ қаржы жағынан қаншалықты қызық осы боксшылар үшін Жәнібек? Енді Жәнібек енді жай аты шығып келе жатыр ғой. Енді жаңағы өзіңіз айтпақшы кәсіби бокс бизнес қой. Бұл жерде Америкада басқа да бір боксшы ол қаншама әлем чемпионы болсын, қаншама мықты болсын, бірақ бизнес жағынан, ақшалай жағынан аты шулы бір сондай бір қызық болмаса, олар қаншама мықты болсын, қаншама мықты болса да шықпай қояды. Қашып жүреді. Өйткені олар айтады да, мен мысалы атым шулы, бүкіл мен әлем таниды, бүкіл Америка біледі. Мен қазір Жәнібекпен шығам, мысалы Жәнібекті аса зор көп американецтер жағы бүкіл әлем танымайды. Мен көп мысалға жоғалтып алуым мүмкін дейді, шықпай қою мүмкін. Сөйтіп қашып жүреді әйтеуір. Егерде мен ойлаймын, Жәнібек жақтан Құдай қаласа промоутерлар бізден қазақтың да не бір меценат ағаларымыз бар ғой. Ертең келеді ана Чарла деп жатсыз, жағына екіншісі Лара деп жатсыз ба, соларға келеді айтады, жібермектер, міне сендерге қанша 30-40 миллион доллар береміз, давай Жәнібекпен шығыңдар десе, олар қуана жүгіреді олар. Сондай бір мықты ағаларымыз керек та. Ал Жәнібек жайлы айтатын болсам, Жәнібекті мен бір риза болатын, маған ақша қызық емес деді ғой. Ақша маған хоть қанша берсеңдер де бермесеңдер де олармен шығам дегенде әңгіме келтірді ғой. Маған ең бастысы мынау белбеудің басын қосу, өзім мықты екенін бүкіл әлемге көрсету деді ғой. Сонысына риза болдым. Сондықтан Алла амандық берсе, тағы да енді қазіргі уақытта Жәнібекті бүкіл Америка біліп келе жатыр ғой, жай. Чарлалармен шықса, кішкене аты шулы боксшылармен бір өзін шығарып бір көрсетіп алса, ары қарай кетеді деген ойдамыз, Құдай қаласа. Сидней олимпиадасының чемпионы мысалы Бекзат Саттарханов туралы не айтасыз? Жалпы Бекзат сияқты боксшылар бар ма қазір? Бекзат Саттарханов ағамыз жайлы айтатын болсақ,
ол кісі бір екінші ынтаны берді ғой бокста, осы олимпиада чемпионы болу деген сияқты. Бірінші ынтаны маған Майк Тайсон берген 97-ші жылы. Екінші ынтаны Бекзат ағамыз берген. Осы Бекзат ағамдай боламын деп жағы. Мен өзім Бекзат Майк Тайсон қалды. Майк Тайсон қалып қалды. Бекзат Саттарханов олимпиада чемпионы болып, ел президентінен $100,000 машина алып отыр, үй алып отыр. Мен де осындай жетем. Енді біз ауылда өскен баламыз ғой, түгі жоқ, жайнайлап жүрген баламыз ғой. Мақсатымыз сол. Өзіңіз айтпақшы, әкім емес, бір олигархтың баласы емес, біз тек қана адал еңбекпен осыған жетеміз, чемпион боламыз деп Бекзат ағамызға қарап сонда. Бекзат ағамыздың былайша айтқанда дене бітімінен кісі деп айтсам боламын. Өйткені Бекзат ағамыз 57 килограмда бойы ұзын, қолы ұзын боксшы. Мен өз салмағымда 54-56 килограмда ең бойы ұзын болғам. Мен қарсыластан бәрі мен кіндігінен келетін, бойлар кішкентай. Мен әшіне алдың қолмен тағып қойып оң қолда пер бұратын боксшы болғам. Соны жағы айтайын деп отқам, дене бітімі жағынан біз Бекзат ағамыз дегеніміз бойымыз, бокстасатын жағы манерамыз, стиліміз келетін. Бірақ Бекзат ағамыздың техника жағынан мықты болатын, ол кішкене жақындатпай, арақашықта бокстасатын жағы аяқ қолын бәрін пайдаланатын. Мен өз боксымда айтатын болсам, мен аяқ қолым жағы ұзын екенін ұмытып кететін, төбелеске көп кіретін жағы. Төбелескенді жақсы көретін. Мына жақтан Тайсон қалып қалған ғой әлі. Тайсон сияқты ұрғым келетін, құлатқым келетін сол сияқты. Енді Бекзат ағамыз жайлы айтатын болсақ, бұл тұңғыш олимпиада қазақ чемпионы. Бекзат ағамыз өте бір мықты, бір көп жастарға, менен бастап, қаншама сол уақыттағы, сол кездегі жігіттерге боксқа деген олимпиада чемпионы боламыз, еліміздің туын көтереміз деген болашақ олимпиада чемпионы жігіттердің жолын көрсетіп, жолын ашқан ағаларымыздың бірі ғой енді ол кісі. Ол кісіні бағалай алдық па? Енді өмір ғой, енді мен ойлаймын бағалай алдық деп. Өйткені не үшін? Өйткені мен қаншама қазір үлкен кісілермен араласам, сыйласам, Бекзат ағамыздың сол олимпиада чемпионы мысалға өмірден кетіп қалды ғой. Бірақ олимпиада чемпионы болса да, өмірден кетіп қалса да, мысалы ол өмірден әшейін кетіп қалса, оған ешкім құрмет көрсетпейтін еді ата-анасына. Мысалы олимпиада чемпионы болып кетіп қалды, бірақ осы уақытқа дейін ата-анасына үлкен бай кісілер бар, медицинант ағаларымыз бар, кезінде Бекзатпен мысалы бір мектепте оқыған деген сияқты. Сол кісілермен араласып қаламын, кездесіп қаламын, әңгіме болып қалады бокс жайлы. Сол кісілер ата-анасына қолдау жасап жатады, үй беріп жатады, пәтер беріп жатады мысалға. Оны екінің бірі жасай алмайды ғой мысалға. Мысалы мен бере алмаймын, мысалы басқа біреу, ол кісілерде мүмкіндік бар, ал кейбіреудің мүмкіндігі бар да бере алмайды. Бар, бірақ бергісі келмейді мысалға. Ол кісілер қолдауын жасап отырады. Осы жақында айтайын деп отқаным, түсір. Айтайын деп отқаным, осы жақында бізде Белес компаниясы бар, құрылыс компаниясы. Белес үй құрылыс компаниясы. Белес компаниясының Махат деген ағамыз бар. Чимкенттің кісісі Бекзат Саттарханов ағамызбен бір мектепте оқыған. Жақын білген сол Махат ағамыз Бекзат Саттархановтың ағамыздың атынан қазір осы мынау Астана қаласынан Ұлы Дала көше жағы мынау Нұрлы жол вокзал жақтарда, жаңа вокзал жақтарда үлкен Бекзат Саттарханов ағамыздың атынан дәу 9,000 квадраттық спорт сарайын соғып жатыр. Ондай бізде Қазақстан елімізде жоқ ондай спорт сарай Бекзат ағамыздан. Бар жа кішкентай. Сосын жағы Бекзат ағамыздың анасы бар ғой. Сол анамызға көп кісілер бар екен. Бекзат ағамыздың атынан жа бокс сала ашсақ екен, мектеп ашсақ екен деп. Анасы бір өкінетіні рұқсат сұрайды екен да. Сонда жағы айтыпты, бір өкінішті жағы, сондай жағы балам жағы атынан берем дейді да рұқсат. Кішкентай жағы ашып қояды дейді. Атына затына сай емес. Кішкентай. Ал бүйерде енді мынау жағы Махат ағамыз, Белес жағы үй құрылыс компаниясының басшысы, қалаушысы, сол кісі өз қаражатына 9,000 квадраттық дәу спорт сарай соғып жатыр Бекзат Саттархановтың атынан. Қандай болса керемет. Соны жағы айтайын деп отқам, алдына тағы мүсін қойын деп отыр жағы. 15 метрлік па, 10 метрлік па, дәу жағы күмістен жасалған Бекзаттың жағы Саттарханов ағамыздың үйсіп тұрған жағы, қолын көтеріп тұрған мүсін қойын деп отыр. Мен ойлаймын енді Аллаға шүкір, осындай Махат секілді ағаларымыздың арқасында Бекзат ағамыздың аты мәңгі болады деген ойдамын. Бұл енді болашақтың ісі ғой осы. Ол бітеді осы жақында. Бұл жақында бітеді уже. Ал енді менде мынандай ой емес, мынандай пікірлер бар, жаңа естіп қалдым. Баяғы тек қана Түркістанның айналасында осы ескерткіш, осындай спорт сарайлары тек қана салынып жатқан сияқты. Жалпы Қазақстанда әлі өкінішке орай аздау деп естідім. Өте дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Аздау. Мінекей, көріп отырсыз, біздің Астана қаласында Бекзат Саттарханов ағамыздың атынан ешбеле мен өзім жалпы білмеймін. Спорт саласында жүріп Бекзат ағамыздың атында, хотя Бекзат Саттарханов ағамыз тұңғыш қазақ олимпиада чемпионы бокстан.
Жақсылық Үшкемпіров атамыз тұңғыш қазақ олимпиада чемпионы, күрестен де олимпиада чемпионы тұңғыш. Ол кісінің атынан бізде спорт сарайы бар. Дұрыс қой. Осы Астана қаласында Жақсылық Үшкемпіров атынан үлкен спорт сарайы бар. Аллаға шүкір. Енді Астана қаласынан дәл сондай спорт сарай, мінекей Махат ағамыздың қолдауымен керемет спорт сарай соғайын деп отыр. 9000 квадрат. Алла қаласа осы 3-4 айда бітіп қалады. Құдай қаласа. Мен осы жақында ғана барып, Махат ағамыз екеуміз барып, соның басына барып, маған көрсетіп, бәрін танысып көріп қайтқанбыз. Сондықтан жаңа айтайын деп отқанымыз, айтып жатсыз ғой. Бекзат бағаладық па, бағаламадық па деп. Мен ойлаймын, көп осындай Махат секілді ағаларымыздың арқасында біз бағалап, қолдан келгенше қолдауын жасап, көтеріп жатыр деп ойлаймыз. Осындай ағаларымыздың арқасында Бекзат Сырқанов олимпиада чемпионы болған, тұңғыш қазақ олимпиада чемпионы болған бокстан деп жастар да ұмытпайды, өзіміз де ұмытпай еске салып жүреміз. Махат ағаңыздың жарнамасын әдемі кірістіріп жібердіңіз, иә? Өйткені ол ағамыз өте қатты сыйлаймын. Мен сыйлағанның сыйымын, сыйлағанның құлымын. Мен біреудің жағы тәлпіштеніп артына кірмейін, болмаса жағы. Мен барды бар, жоққа жоқ деймін, ақты ақ, қараның қара деймін. Егер де үлкен кісілер келіп маған мұхит інім, бауырым, жаным әшейін деп тұрса, мен ол кісінің құлымын. Оның жасы кіші болсын, жасы үлкен болсын. Махат ағамыздың бір ауыз сөзі маған өзіме біраз қолдау жасап, маған көмек берген кісі. Ал көмек пен жақсылықты ешқашан ұмытпау керекпіз. Ол кісі сыйлап тұрған кезде, ол кісінің қалай сыйлаған сый болып, сыйлаған құлы болмаймыз. Мен ойлаймын, ондай ағаларымыз көп болса, қазіргі жастар мен білем, мысалға, не ағасын құрметтемейді, не кішісін, інісін құрметтемейді. Сондықтан бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізді көтеріп, қазақтың ауызбіршілігі мықты болып жүрсе, нұр үстіне нұр болады ғой. Қорытындылайық. Керемет, ойыңызды бәрін білдік. Енді мынандай сұрақ туындап тұр. Біз сол әлемдік бокс жайлы айттық, иә, кәсіпқой бокс жайлы айттық. Жалпы арада мынандай жоқ па? Мен енді ол сізді менсінбеушілік емес. Мысалы, ой, баланы тәрбиелеп жатқан бапкерсің ғой. Ана жаққа не үшін что ты лезешь деген сияқты, мысалы, әңгіме жоқ па жарып араларыңызда? Не айтып жатсың деген сияқты. Сенің деңгейің емес дегендей жоқ па ондай? Кімді? Кәсіпқой боксшылар туралы айтатындай. Енді сіз мына жақта бала тәрбиесімен айналысып жатсыз ғой. Біз енді кәсіпқой боксшылар туралы айтып жатырмыз мына жақта. Сонда мұхит, сен ол салада жаңа о жақта не істеп жүрсің, о жақта айтатындай сенде деңгей бар ма деген сияқты менсінбеушілік жоқ па? Жоқ, маған сөйтіп айтатындар ма? Иә. Маған не үшін айтады? Мен еңбек еткендей, мен бокс залда жүргендей балалар бокстасып жатсын, ona кәсіби болсын, әуесқой болсын, әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болып отқан балалар, олар аспаннан салбырап түскен жоқ қой, олар ешқайсысы. Бәрі сол залда жаттығу жасаған. Мен өзім 97 жылдан бастап мен осы уақытқа дейін спорт бокс саласында келе жатырмын. Мен олимпиада чемпионы болмай қалған бала, әлем чемпионы. Мен сізге тағы айта кетейін, мен 35 жасымда 10 жыл ринг төріне шықпай, ана жылы Голландия еліне барып, Роттердам қаласына барып, ішкі істер қызметкерлері арасында әлем чемпионы болып келген, мысалға 10 жыл ринг төріне шықпаған мысалға. Сондықтан жұрттар 1 жыл, 2 жыл мысалға ринг төріне шықпай қалса, мысалға өзінің шеберлігін мысалға әлдеқайда ұмытып кетеді. Мен бұны айтайын деп отқан дүние, мен бала кезден бокстасып, мысалға 10 километр жүгірсе, мен 20 километр жүгіріп. Ол 20 жүгірсе, мен 40 жүгіретін адам. Ол 100 мәрте отжимание жасаса, мен 500 отжимание. Ол 100 мәрте приседание жасаса, мен 500 приседание жасайтын. Мен әр талының шашы, әр талы суланып, май ағып тұратын жігіт едім мен. Мен сонда еңбек еткен баламын. Мен әрине айтам. Егер де сен анау мынау дейтін болса, маған өйтіп әңгіме айтатын болса, мен қайта оған айтам, сен жаным үшін айналайын үшін, сен ары тұра тұр, сен бір еңбек етіп ал, бокстың былайша айтқанда нанын суын ішіп, боксты біліп ал. Мен ойлаймын, бірақ бұл сұрағыңызға былай да жауап берейін. Адам, мен осыншама жыл өмір бақи спорт саласында, мен жасым 36-та, 20 жыл, 26 жыл спортта жүріп, бірақ мен бәрін білем деп ешқашан мен айтпаймын өзімді. Мен өзімді тәкаппарламаймын. Ойбай, мен білем, мен бала кезден бокстамын, анау мынау. Жоқ. Егер де адам үйтіп айтатын болса, біріншіден ол тәкаппар. Екіншіден ол ешқашан өспейді. Мен өмір бақи бокс саласында жүрсем де, мен әрдайым ізденудемін. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, кәсіби бокс болсын, әуесқой бокс болсын. Мен балалардың бокстасқандарын көремін, техникаларын қараймын. Мына жерге соққыға қорғану жасап, неде соққының өзі салып жіберіпті, мына соққымен құлатыпты, мына баланың неде жаттығу тамаша екен, неде жаттығуына аяққа көмектеседі екен, мына жаттығу қолға күшті көмек береді екен деген. Әрдайым іздену жолында жүремін. Қазіргі уақытта рахат қой, жаңа өзіңіз айтпақшыдай, әлеуметтік жағы бір жақсы жері. Хоп, қарайсың да жағы YouTube бар, Instagram бар, тересінде мысалы не жасаймай жатсың, соны тер, сөйтіп қарай бер. Нерде былай жасалынады екен. Техникасы былай келген сияқты. Адам өсу жолын әрдайым іздену жолында жүру керек қой. Сондықтан мен біріншіден әрдайым іздену жолдамын.
екіншіден тәкаппар болған емеспін, болмаймын да ешқашан. Үшіншіден үйтіп маған жағы сіз айтқандай да келіп сен андайсың, сен мұндайсың деп ол маған ешкім үйтіп айта алмайды да, айтпайды да. Өйткені мен өмір бақи осы бокс саласында келе жатқан адаммын. Бокстың нанын жеп, бокстың суын ішіп. Бокстан маған сұрақ қойса, кез келген сұрағына жауап беремін ғой. Керемет. Енді біраз нәрсе айттық қой. Тәрбиеге қатысты да жалпы. Осы жерде бір сұрақ, мына сіздің айтқаныңызды сол балаларыңыз айта ма? Мысалы сол мектепте жүріп, ойбай біздің Мұхит ағамыз былай дейді деген сияқты. Бұл қуанатын жағдай. Мынау жасап жатқан істерлігім, жұмысым далаға кетпей жатыр деген бір қуанатын жағдай. Менің бір балам бар, оқушы балам. Ол бір керемет, бір физически бір мықты емес, бір одаренный бала емес, нәзік. Көзіне очки тағады. Осыдан маған боксқа келіп жүргеніне где-то бір жарым жылдай болып қалды. 10 класс оқиды қазір. Сол балам мысалға әнеугүні келіп маған айтады, Мұхит ағай дейді, осы сізге келгелі бер дейді. Өзі білімді бала, өзі ақылды бала, олимпиададан бәрінен бірінші орын алады. Мынау боксқа келгелі бер дейді. Мен өзімді әлде қайда мықты сезінемін дейді. Бұрында қандай да бір дебатқа, олимпиадаға жағы сабақта барады ғой. Барған кезде өзім бір сәл-сәл бір өз-өзіме бір сенбей тұратым дейді. Қазір сенімім мықты дейді. Ешкімнен қорықпаймын дейді. Мақсат біреуді ұру, соғу, сіздің үйренген нәрсеңізді тәсілді бір үйрету емес. Просто жігіт ретінде өз-өзіме бір сенімді болып тұрамын дейді. Қандай да бір сұрақ қойса, сұраққа нақты жауап беріп тұрамын дейді. Сосын сіздің жағы айтылып жатқан ананы, әкені деп отқан құндылықтарыңызды, үлкенге деп отқан құндылықтарыңызды, ағай мен сізге қарап сондай таңғаламын дейді да. Сіздің өзіңіз ана әкеңіз бар, өзіңіздің жағы бала шағаңыз бар дейді да. Бірақ сіз жағы ана әкеңізге деген қандай сый құрмет, кішіге деген сый құрмет, сізде жағы тазалыққа деген, өзіңіздің жұмысқа деген адалдығыңыз, еңбегіңіз қандай дейді ағай. Мен соның бәрін қазір алуға тырысамын дейді. Мен соның бәрін алуға тырысып, соның арқасында мен тағы да бір өсіп жатқан сияқтымын дейді. Мен білімім артып жатқан сияқты ағай дейді. Ағай сізге үлкен рахмет деп осындай бір айтып кеткен кезде, ол бір ауыз сөзі мен кәдімгіден еріп қалдым ғой, кәдімгі тұра алмай қалдым. Мен одан емес бетер жаңа айтып жатырмын ғой, қаншама ата-аналар, қаншама балалар бүкіл Қазақстаннан жазып жатады ғой, жаңа балаларымыз мына сізді көргелі бір дұрыс тауып қалды. Сізді танымасақ та әйтеуір сыртыңыздан телевизордан, телефон сыртынан қарап отырып, бір баламыздың бір өз жақсы жағынан өзгеру болып отқаныңыз біз қуанамыз дейді. Батасын беріп жатады, жүз жасаңыз, рахмет, денсаулығыңыз мықты. Анандай сөздерді естіген кезде мен айтайын сізге бар ғой. Мен вообще 24 сағат бойы жаттығу жасап, шаршамай анау күш қуат не деген энергетика менде толып кетеді. Сондықтан мен өте қатты қуанамын. Сондай кісілер, сондай балалар маған өйстіп айтып келіп жатқан кезде мен қатты қуанамын. Одан бетер жаңа айтып отырмын ғой сізге, залдан шықпай жұмыс жасағым келеді. Бірақ бәріне жағу мүмкін емес, енді оның ішінде де құрсын бұндай тәрбие бергенің деп кетіп қалып жатқандар да бар ғой негізі. Тола. Жақсы. Рахмет келгеніңізге, ашылып енді сұрақтарымыздың бәріне жауап алдық, қанағат. Сізге рахмет. Рахмет, жұмысыңыз алға баса берсін. Амандықта жақсыңды жолайық. Құрметті көрермен, бізді қолдап отырыңыздар, пікір жазыңыздар. Әзірге айтарымыз осы.